бірақ шекарасына шейін. Яғни сол күйінде әркімді қалдырасың, қабылдайсың, бірақ оның қоғамға әсері болмайтын дәрежеде. Инна раббака хувал халлақул алим. Алла тағала жаратушы және барлығын білуші деді. Өйткені Алла тағала осы заңды сізбен бізге 15 ғасыр бұрын түсіндіріп қойған ғой. Риза бола біл, үлкен айтты ма, соған риза бол. Оны қабылда, оны өз халінде қалдыр, оның өйткені өмірде көргені, өмірдегі тәрбиесі сондай еді. Сен оны түзете алмайсың. Не істейсің? Оны түзетуді Аллаға тапсыр. Сен соған риза болу емес, сен соны сол күйінде қабылдайсың. Мысалы, бір екі адамды жарастырып атқанда да, біреу маған қиянат қылды, мен онымен дұрыс емеспін. Ортаға келіп жарастырасын, ей, қол алысып, амандасып жүріңдер. Бірақ кешір деген мағынаның бір мағынасы, кешір дегенде оның жасаған саған деген қиянатына, күнәсіне риза бола сал деген сөз емес қой. Кешір дегені ана жүрегіңде сақтап, ауыр күнәні бүйтеп, арқалап, күніге ренішті айта берсең, сенің денсаулығың құриды. Сен күйесің. Не істеу керексің? Сол нәрсені кешіріп, өз халына Құдайға тапсыр, қарапайым тілде айтқанда. Оның Алласы бар ғой, көріп тұр ғой оның бәрін. Сенше, сен сол күйінде тапсыра сал, болды. Мен оның жасаған күнәсіне риза емеспін, бірақ мен оны кешірдім. Мағынасын түсіндіңіз ба, кешірдім деген сөздің мағына? Кешірдім деген риза болдым деген сөз емес. Мен оны кешірдім деген сөз, ішімдегі күнәні оған деген алып тастадым. Яғни мен онымен араласпауыма болады. Яғни бір адамды кешіртсеңіз, кешіргеннен кейін міндетті түрде қайтадан дос болып араласып кету емес. Ол жаман ба? Жаман күйінде араласқым келмей ма келесі жолы? Я араласқым келмейді. Проблема жоқ, араласпай-ақ қой. Ешкім саған зорлап атқан жоқ. Бірақ мұсылмандық ақысы бар. Көргенде амандасасың, өлгенде жаназасына барасың. Ауырғанда халін сұрайсың. Нормальный нәрсе ол. Яғни көршің ба, көрші ақысы бар. Бір көршің бар, ренжіш бар. Көрші болғасын, бір затын түсіп кетеді, бір нәрсе болып қалады, әйтеуір ақымды жеп қойды деген нәрсе кетіп қалуы мүмкін. Бірақ сен көршіңмен жатып алып, соғыс қылып, фашистік Германияға соғыс ашпайсың ғой. Түсінікті ма? Яғни екінші бір, мысалы, көрші, ең жақыны. Құдайы көршің тұр, қабырғалас. Сен сомен күніге соғысып, екеуің бір-біріңмен үйтпейсің, кешіресің. Қабылда, ол сондай адам. Оның тәрбиесі сондай, оның түсінігі сондай, өмірге көзқарасы сондай. Ол үшін ол іс нормальный нәрсе. Мен не істей алам? Мен соны сол күйінде қабылдаймын. Мысалы айтайық, көшеде кетіп бара жатқан бір адамның аяғы жоқ. Аяғы жоқ адам қалай жүреді? Ыңғайсыз жүреді ғой, бір түрлі шорқақтап жүреді. Енді сен барып оған, сен неғып қисайып жүресің деп, екінші аяқ сап бере алмайсың ғой бәрібір. Аяқ сап берсең де ол бәрі қисайып жүреді, ол өзінің аяғы емес ол. Сен Құдай емессің ғой оған, жаратып бере алмайсың ғой аяқ. Мүмкін ағаш аяқ, басқа аяқ сап бересің, ол бірақ бәрібір жүрісі қисық болады. Сен не істейсің? Оны сол күйінде қабылдайсың. Неге? Оның аяғы жоқ, ол нормальный нәрсе. Аяғы жоқ, не істейсің? Сол күйінде қабылдайсың, нормальный, болды. Осылай жүреді ол. Ол саған жаман әсер етсе де, сен сол күйі қабылдайсың. Бұл кісінің аяғы жоқ, сол үшін қисаят бір жаққа қарай. Болды. Оған ренжімейсің, сен неге осы қисая бересің, неге бұлай қыла бересің, дей алмайсың ғой. Дәл сол сияқты мінезі қисық адам болады. Аяғы жоқ емес, мінезі қисық оның. Шамаң жеткенше түзетесің. Шамаң жеткенше, сөзбен айт, іспен айт. Жоқ қатып қалған ба, яғни барьерді өте алмадың ба, қабылда, сол күйінде. Оған риза болма, қабылда. Болды, сен сондайсың, рахмет. Сау бол. Валақад атайнак, ей Мұхаммед алейхиссалам, саған біз саба минал мәthания, қайталана беретін 7 нәрсе бердік. Бұл Фатиха сүресін айтып жатыр. Вал Құранил азим, және саған вал Құранил азим, және бүкіл Құранды бердік дейді. Алла тағала енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзін өзінің берген хақиқатына бұрып жатыр. Ей Мұхаммед алейхиссалам, оқылатын әр намаздың әр ракағатында қайталанып оқыла беретін не нәрсе бар? Фатиха сүресі ғой. Жанына зәм сүре қоспасаң да Фатиха қосасың. Фатиха ол оқылады барлық ракағат, парызда да бәрінде де оқылады.
ендеше осы 7 қайталанатын аят бар және бүкіл Құран бар деді. Ла тамудданна айнайка. Осы Құранды айтып қойды да енді мысалдарды айтып қараңыз. Ла тамудданна айнайка, көзіңді созба. Иля ма маттана бихи азважан минхум. Оларға бір түрлі әйелдер, жаңағы жан жолдастар, өмірдің бақыты дей салайықшы, өмірдің нығметтері дей сал. Өмірдің түрлі нығметтерін берген адамға көзіңді созып қызықпай-ақ қой. Мысал айтайық, Алла тағала біреуді бай, біреуді кедей қылады. Біреуді күшті қылады, біреуді әлсіз қылады, біреудің бойын ұзын қылады, біреудің бойын қысқа қылады, біреудің түрін әдемі қылады, біреуге түр бермей қалады, біреу сары, біреу ақ, көк, жасыл, неше түрлі болады. Не істейміз? Көзіңді созбай-ақ қой ондай нәрсеге дейді. Неге? Ол өткінші нәрсе. Ол мән емес, ол фон да. Түсінесіз ба? Фон. Бір адам суретке түскен кезінде артындағы түрлі табиғат, түрлі жағдайлар болады. Бірақ мақсат сен ана артындағы оюларды көру емес қой, адамның өзін көру керексің ғой. Мынаның барлығы, мынаны толтырып береді. Бірақ бірінші орында бұл емес қой. Бірінші орында не? Алда тұрған адам. Дәл сол сияқты фон. Яғни адамның бай болуы, кедей болуы, әлсіз болуы, қуатты болуы, білімді, білімсіз, түрлі жағдайда болу, бұның барлығы фон. Оның бәрі фон, оған көңіл бөліп, көзіңді оған алаңдатпа дейді. Вәлә тахзан алейхим, оларға қайғырма дейді. Яғни, ал енді олардың жүрегіндегі имансыздыққа да қайғырма дейді. Өйткені иманды беретін Алла. Енді не істеуіміз керек екен? Уахфад жанахака лил муъмин. Бір нәрсе істеген кеп тұрма, онда муъмин адамдарға мейіріміңді жау дейді. Яғни жақсылық істеген кеп тұрма, сол жақсылығыңды білетін адамға айт. Оның мағынасы бар. Біреуге сөзіңді жеткізе алмай жатсың ба, әуре болма. Сөзіңді тыңдайтын адамға айт, қорғылма деген. Дәл сондай. Сен мысалы садақа бердің ба, садақаны кім үшін бересің? Алла үшін бересің. Ал адамның рахметін іздеме. Ол фон. Оған сен берген жоқсың. Сен Алла үшін бердің. Мынау адамның орнына 1000 адам тұруы мүмкін. Сондықтан сен оны ойлама. Бердің, ұмыт. Сол үшін айтады, оң қолың бергенді, сол қолың ұмытсын деп айтады. Жасаған жақсылығыңды да сондай. Яғни сенің қадіріңді білетін жерге бар. Жақсылық бар. Бұл мысалдар өте көп қой, ona бір адам барып айтады, жаңа қадірін білдіру үшін айтады ғой, бір баяғыда әке баласына бір жүзік беріпті. Соның қадірін білдіру үшін, мына жүзікті сатпа, бірақ бағасын сұрап кеш, сатайын деп. Анау нелерге барып деп. Сөйтіп ломбардтарға барыпты да, мына жүзік қанша тұрады десе, бүйтіп қарап, ескі ғой бұл жүзігің. Мынау әбден сызықтары бар екен, қолданылған екен. Грамын өлшеп көрейш. Бұның грамы да төмен екен. Осынша ақша берем деп, андай бір. Сол өзінің ортасының ақшасын береді. Мен осынша тұрады бұл. Мысалы 10 000 теңге тұрады болды. Басқа еш нәрсе емес. Анаған барады, мынаған бәрі сөйтіп әкесіне келеді, бұл 10 000 теңге тұрады екен жүзік дейді. Жақсы. Енді барып коллекционерге баршы дейді. Сөйтіп айтшы, мынаның бағасы қанша екенін көрейші дейді. Бір коллекционерге барады. Сөйтіп қолына береді, мынаны көріп беріңізші бағасын десе, коллекционер ары бері көреді, бұл жүзік сенде қайдан жүр? Әкемдік. Бұның бағасы, мысал айтайық, 300 000 тұрады. Бірақ мен саған қазір бір 200 000 бере алам, сәл шыдасаң, біраз уақыттан кейін тағы 100 000 қосып берем. Егер менімен бірге барып сататын болса, мүмкін 500 000-ға да өткіземіз. Себебі дейді, бұл жүзік пәленше деген адамның қол өнері. Бұл сол жерде мына соның белгісі тұр. Бұл сызығы, бұның ескіргендігі, мына нәрсесі бұған тек қана әсемдік береді дейді. Яғни әр нәрсе өзінің орнында қымбат, әр нәрсе өзінің орнында бағалы. Бағасын білмейтін адамдарға ол дым емес. Дәл сол сияқты құныңды білетін адамның арасында отыр. Сенің құныңды білмейтін адамдардың арасында басыңды әуреге салма. Сені бәрібір білмейді. Сені құнды қылып көрмейді. Сол үшін айтады пайғамбарымызға, мұъмин адамдарға, иманды адамдарға қанатыңды жай. Олар сенің саған мұқтаждығын біледі. Ол сені қадірлейді, сені жақсы көреді. Соларға көрсететінді көрсет дейді. Яғни біздің тілде айтқанда, сіздің ең жақындарыңыз бар осы өмірде. Білесіз бе? Ата-анаңыз, бауырларыңыз,
нағашы, жиен, ағайын туыс бар, дос жаран бар, сізге тамыры, жаны жақын адам бар. Сіздің қадіріңізді солар біледі. Ал анау өткінші ақша жолдас болып қалған, сіздің қызметіңізге жолдас болып қалған адамдар, ол қызметіңнен кетсең, сені танымайды қалады, телефонын өшіріп тастай салады. Сені білмейді да, сені көрмейді да. Адамның адамдығын сыйлайтын, қадірін білетін адаммен аралас. Ал қадіріңді білмейтін, сені адами дәрежедегі, сенің ішкі жан дүниеңді көрмейтін адаммен басыңды ауыртпа. Құл, және айт дейді. Инни әнән назирун мубин. Мен шынайы ақиқатындағы бір ескертушімін. Кама анзална алал муқтасимин. Біз осы Құранды бөлшектегіш адамдардың арасында да тастағанбыз. Аллазина жаалул Құр'ана айзин. Оларға түскен кітаптарын, Құран деген кітап қой енді, Инжил, Тауратта айтып жатыр. Сол түскен Құрандарын айзин, бөлшек-бөлшек қылып алды олар дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан алдыңғы түскен кейбір пайғамбарлардың кітаптарын сол кездің егелері, кітап егелері бөлшектеп алған екен ғой. Мынау өзінің нәпсісіне жеңіл, бұны ала беремін. Анау нәпсісіне ауыр, алмаймын. Ана кейбіреулер сияқты ғана молдекеңе барады. Молдеке дейді, мынандай жасасам бола ма дейді. Болмайды дейді. Дейді да, онда болады деген молдаға шейін іздей береді да ол. Жаңа бұл пәтуа бермеді, дұрыс болмады ма? Арман дұрыс айтма, Ерланға барам. Ерлан дұрыс емес айтма, Нұрланға барам. Нұрлан дұрыс емес айтма, білмеймін, Ержанға барам, Сержанға барам, Нұржанға барам. Кете береді да. Біреуі болады десе, осы дейді да, білетін адам. Нағыз ғалым адам. Қалғандары ғалым емес, білмейді. Бір күні ол да жоқ деп қалса, қайтадан ананың бәрін іздеп шығады да, біреуі дұрыс деп қалу керек та. Құранды да бір аятты тастап, екінші аятты алып кетпе дейді. Нәпсіңе емес, бүтіндей ал. Ақиқатта сондай, шындықта сондай. Шын ақиқат бүтін алынады. Бөлшек-бөлшегімен алынбайды. Фауараббика. Сенің Раббыңның атымен ант етемін. Ланас'аланнахум ажмаин. Біз осы жасалынған істің барлығын біз қияметте сұраймыз күні келіп. Амма кану ямалун, олардың бүкіл жасаған амалдарын. Ендеше фа исда, яғни фасда бима ту'мар ва а'рид анил мушрикин. Ей Мұхаммед алейхиссалам, саған Алланың берген үкімін орында. Ва а'рид анил мушрикин. Аллаға серік қосушылардан бұра сал. Бұлай айтқанда, біздің заманның тілімен айтқанда, саған Құдайдың бұйрығын орында да қарсы шығып атқан адамға басыңды ауыртпа дейді. Немесе басқа тілде, одан да төменірек айт десеңіз, өмірдегі мақсатыңды көріп тұрсын, біліп тұрсын, мақсатыңа жүре бер, адамдар артыңнан, жаныңнан келе береді, оларды қоя сал. Олар бәрібір түсінбейді сені. Олар сенің жанындағы адамдар емес. Инна каффайнака мустахзиин. Сені мазақтаушыларға біз саған жетерлі боламыз. Осы өмірде де сондай. Сен биік мақсаттар, сен биік армандар қоясың. Сол биік армандар мен мақсаттарға саған қарсы шығушылар жетеді. Бірақ сен әрбір мазақтаған, әрбір сені қарсылыққа шыққан адаммен әуре бола берсең, жолдан қаласың. Ана бір адам айтпақшы ғой. Мен көшедегі әрбір итке, үрген итке тас лақтырумен жүрсем, жолдан қалам деген сөз бар. Сіз бір жаққа кетіп баратсаңыз, әу десе, оған тас лақтырып, әу десе, оған, сен қашан жетесің анаған? Әрбір үрілген нәрсемен әуре болсаң. Сондықтан бизнесте де айтады, фокус керек дейді. Барлық істе фон және фокус бар. Яғни бір нәрсеге баратқан бағытың бар. Соның жанындағы нәрселері де бар. Бұлай одан да түсінікті айтатын болсақ, маңызды, маңызсыз нәрсе бар. Приоритеті екінші, үшінші, бесінші орынға кететін нәрсе бар. Бұл өмірде приоритет қоясын. Таңнан тұрамыз, кешке шейін 24 сағат бар. Соның ішінде қанша сағатын ұйықтайсың, қанша сағатын тамаққа, басқаға кетеді. Сен кейде ренжисің, кейде өзіңе ашуланасың. Мен мынаны істей алмадым ғой, мынаған жете алмадым ғой. Сондай сені стресс беріп жатқан нәрсені жеңу өте оңай оның жолы. Приоритет қой. Осы өмірде негізі адам күніне бірақ нәрседен үш нәрсеге шейін жасаса жетеді. Қалған нәрсені келесіге қалдыра берсең болады. Яғни өмірдегі өзіңдегі маңызды нәрсе бірінші орынға қой. Соған кішкентай қадам жаса.
сол кішкентай қадамың жетеді бүгінгі қадамың. Басқаға үлгере алмай жатсаң да, ең маңыздыға қадам жасап қойдың ба, қалған қадамдар өзінің орнымен келе береді екен. Әлләдине яджалуна мааллахи илахан ахара. Ол сені мазақтап атқан адамдар, Алланың жанында тағы бір құдай ұстап алған олар. Фасауфа я'ламун. Олардың ақиқатын ол жақын арада біледі. Қиямет болады ғой бәрібір. Олар қателігінің бәрі көрінеді. Сен әуре болмай-ақ қой. Оны соттайтын сот та бар, оны сұрайтын сұраушы да бар. Бірақ ол біз емес қой. Валақад на'ламу. Біз расында да білеміз. Аннака бидиқи садрика мимма яқулун. Яғни аннака ядиқу садрука. Расында да сенің жүрегің олардың жасап атқан амалдарынан, айтып атқан сөздерінен жүрегің қысылатынын біз білеміз. Оның жауабын біз қалай құтыламыз? Яғни лайфхак Құрандағы. Пайғамбарға айтылған сөз. Пайғамбарымыз ақиқатты жеткізеді, оны сиқыршы дейді, жын тиген, жынды дейді, басқа дейді, түрлі де жамандар айтады. Оларға не деуіміз керек? Әр қайсымен ерексең сен жолыңнан қаласың деп тұр. Онда сұрақ шығады, мен не істеймін енді? Деген кездегі айтқаны. Немесе сізбен бізге жауап. Мен өмірде бір мақсат қойып соған бара жатсам, маған әртүрлі адамдар жолынан шыға береді. Мен не істеймін соның бәріне күймей? Деген кезінде фасаббих бихамди раббика. Раббыңды мақтаушылардан бол. Ва кум минас сажидин. Сәжде қылушылардан бол. Мағынасын қараңыз. Раббыңды мақта және сәжде қыл. Тіке мағынада сіз Құранды ашасыз да осылай түсіне саласыз, бірақ ішіндегісін ашып көрсеңіз. Раббыңды мақтаушылардан бол дегені Құдайдың саған берген нығметіне шүкір ет, көре біл. Яғни осы өмірде сен бақыт сезбей жатсың ба? Сен бара жатқан мақсатыңа жете алмай, ортадағы түрлі саған жасап атқан қиянат, жасап атқан, кездесіп атқан түрлі кикілжіңдерге ренжіп атсың ба? Раббыңды мақта деген мағына, бұл Құдайдың саған берген нығметін сез, шүкірлік, ол психологияда айтады, шүкірлік жаса. Мынандай әдіс бар екен, күніге таңертең тұрғанда және кешке тұрғанда әдет қылу керек екен ғой. Таңертең тұрған кезінде Құдайдың саған берген нығметін айтып шық. Айт, кәдімгідей айтқаның жас. Аллахым, көзім бар, құлағым бар, қол аяғым бар. Күшті ғой, жақсы. Мынауым бар, анауым бар. Яғни нығметтеріңді айтып алдың. Бұл саған энергия береді, күш қуат береді. Алға қарай жылжуға, содан бастап сен күніңді күштен бастадың. Кешке жақын, әбден шаршап, қалжырап келген кезіңде мүмкін түрлі проблемаларын шыға алмай жатсың. Не істейсің? Тағы да дәл осылай шүкірлік әдісін жаса. Аллахым, маған не бердің бүгін? Кән ойланшы, бүгін не жақсылыққа жеттім? Бүгін мынандай жасадым. Альхамдулилля, бүгін бір жетістік жасаппын ғой. Тағы не жасадың? Ойлауны. Біреу ма? Біреудің өзі жетеді. Негізі біреудің өзі жетіп артады. Бір нәрсе, оны жасамаған адам қанша? Біліңізші, бір жылда 365 күн бар. Сіз күніне 100% өзгермей-ақ қойыңыз. Күніне 1% өзгеріңізші. 1% 99% өзгерусіз қалсын. 1% өзгерсеңіз күніге, сіз бір жылда 360%-ға өзгересіз. 100% емес. Сол үшін айтады. Теңге тиыннан құралады деп айтады ғой, барлық нәрсе майдадан тұрады. Барлық нәрсе майдан. Сіз майда нәрсені менсінбеуіңіз мүмкін, бірақ сол майда қадамменен жетеді адам жетістікке. Сол үшін таңертең шүкірлік қылып отыр, бүкіл Құдайдың берген нығметін айт өзіңе. Кешке жақын тағы да өзіңе берген нығметті айт, сен энергия күш аласың. Сен жетістіктерін белгілейсің. Бұл тағы не беретінін айтайын ба? Сен жақсылықты көруді үйренесің. Балара, осыны айта берсеңше, миың айтады екен ғой. Бұған осы мәселелер маңызды екен ғой дейді да, сол нәрсені көрсетеді. Қалтаңыздағы телефон бар ғой, рекламаға қалай беріп қойған білесіз ба? Сіз бір жерде бір машина көріп қалдыңыз ба? Одан кейін бітті ғой. TikTok ашсаң да машина шығады, Instagram ашсаң да машина шығады, Каспиді ашып қалсаң да бәрі сол іздеп кетеді, бәр жақта. Неге? Телефондағы программа сізді аңдуға арналған ғой. Сіздің ең көп көретін нәрсеңізді қойып қойғанда, ол сізге соны реттеп беріп отырды. Сізге оңайластыру да бұл, өмірді қолайластыру. Осы нәрсені, бұны жаңағыдай шынайы қолайлылық деп айтты. Бірақ
бұл сіздің миыңызда осыны істеп береді. Егер сіз барлық таңертең тұрғанда жақсылық іздеп жақсылық айтсаңыз, кешке тұрғанда жақсылық іздеп жақсылық айтсаңыз, сіз тек барлық нәрсені жақсылық көретін боласыз ғой. Сіздің миыңыз сондайға дағдыланады да, ішіңіз бір жаман адам көріп қалып, жұрттың бәрі жиіркеніп жатса да, сіз анадағы жақсылықты көріп қоясыз. Бұл мына жері мынандай ғой деп. Енді не береді бұл өмірде? Айтайын. Жамандықты көрмей көзіңді жұмып ал деген сөзім емес. Иә, жамандықты көріп, одан сақтану керек. Бірақ жақсылықты көріп белгілеу сізге өмірден түңілмеуді үйретеді. Өмірде бақытты болуды үйретеді. Анау ішіңіздегі қысып баратқан нәрсені жеңуді үйретеді. Сізге күш қуат пенен энергия береді. Осы өмірде түңілдің ба? Қиналып кеттің ба? Тойып жүрсің ба? Симай жүрсің ба? Міне сізге лайфхак. Фасаббих бихамди раббика. Раббыңды мақтай біл. Құдайдың берген нығметін айт, Аллахым, саған шүкір дей біл. Ва кум минас сажидин, және сәжде қылушылардан бол. Бағала, барыңды бағала дейді. Сәжде қыл деген сөз мағынасы сол ғой. Аллахым, жата қал сәждеге. Аллахым, маған бердің ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Егер таңертең тұрғанда сенің денсаулығың аман, бір күндігі тамағың аман, ағайын туыстарыңда жамандық жоқ болса, сен төрт дүниенің төрт құбыласын ұстаған сияқтысың ғой дейді. Бақыт қой. Ойлаңызшы, таңертең тұрдыңыз, сізде бала шағаңыз, сенде денсаулығың бар, нормальный. Бір күнгі тамағың бар ма? Бар, холодильникті ашсаң тұр. Ағайын туысыңда жамандық болып атқан жоқ па? Жоқ, бәрі аман, өлмеген, басқа қылмаған, ауырып қалмаған, бәрі дұрыс. Болды ғой. Қалған ше? Қалғанның бәрі болады. Болмай қалса ертең болады, аргүні болады, оның аргүні болады. Бірақ сен уже бақыттысың. Уабуду раббака. Ендеше Раббыңа құлшылық ет. Хатта яътиякал яқин, саған өлім келгенге дейін. Біз өмір бақи осылай жасап кетуіміз керек екен. Құлшылық біздің рухымызды көтергендей, өмірде жақсылықты көру біздің өміріміздің дәмін сездіреді. Өмірде бақытты болып өлгің келе ма, бақытты болып өткің келе ма, өмір бақи өзіңмен жұмыс жаса. Сол жұмысты тоқтатпа, яғни мен болдым, толдым, мен бүгін дамып кеттім десең, сен сол күні қирадың. Сол үшін кейбіреулер айтады ғой, мынандай сөз бар, бір пірлер бар екен дейді. Мен сол пірге қол бергеннен кейін намаз оқымасам бола береді дейді. Ораза тұтпасам бола береді дейді. Неге десең, оның тұтқан оразасы 1000 адамның тұтқан оразасындай бола берсін. Ол өзіне ғой, бірақ әркімнің жасаған құлшылығы өзіне. Ешкім біреу үшін құлшылық жасамайды. Оның тұтқан оразасы 1000 оразадай десе, оның мағынасы менің оразамда қалай сол кісінікіне ұқсаса екен деп үйрену керексің. Яғни сенің тұтып атқан оразаң маған үйретші. Мен де сен сияқты тұтайын. Сенің оқып атқан намазыңды маған үйретші. Мен де сен сияқты оқиын деп үйрену үшін айтылады ол. Ал біз оны тіке мағынада түсінеміз ғой. 1000 адамның оқыған намазындай болады десе, о кісі намаз оқып жатыр екен, мен оқымасам бола береді. Ол кісі тұтып жатыр екен, мен тұтпасам бола береді деп, оразада қолына бір бақылаш су алып жүргендерді көргенмін мен. Мынау су не десем, пірге қол беріп қойдым ғой дейді. Енді не істейсің десем, о кісі тұтып жатыр оразаны дейді. Біз жүреміз дейді. Рахат. Ол ақымақтық ол. Оның керісінше, ол кісінің оразасы 1000 оразаға татиды десе, сен де сондай болмайсың ба онда? Сенің бір тұтқан оразаң біреу ақ. Неге оны 1000 оразадай қылмайсың? Айтпайсың ба жанына барып, құрметті ұстаз, маған үйретші сондай қып тұтуды оразаны. Мен де 1000 ораза сияқты қып тұтайын. 1000 есе сауап алу аз ба? Сізге не қылама, көп болып кете ма? Бір оқыған намазыңыз 1000 намаз сияқты дейді. Мәссаған дейсің ғой, мен де сөйтіп оқиш. Үйретсейші маған. Қандай керемет қой ол. Біз оны керісінше түсінеміз. Сондықтан пайғамбар екеш, пайғамбар өле-өлгенше намаз оқып кеткен. Өле-өлгенше оразасын тұтып кеткен. Пайғамбарымыз ең соңғы ақтық демі қалған күндерді оқып көріңізші өзіңіз. Есінен танып құлап қалады, есін жиса болды екен. Маған су әкеңдер, дәрет алам, намаз оқиын дейді екен.
Әзіреті Али үстіне мұздай шелекпенен 3 рет су шашады. 2 шашады, 3-шін алып кеп шашайын деген кезінде тоқта дейді, болды. Өзіме келдім дейді. Сөйтіп намазға тұрам дейді, қайтадан талып қылайды. Бірақ жан қимылының бәрі не үшін еді? Құлшылық үшін еді. Бұл дүниеде сіздің өміріңіз бар ма? Осы өмірде сіздің алға қойған мақсатыңызға өмір бақи қимылдайсыз. Сіз өмір бақи өзіңізбен жұмыс жасайсыз. Өмір бақи қисықтығыңызды түзетумен өтесіз. Өмір бақи өзіңді дамытумен өтесің. Өмір бақи, өйткені сен ешқашан ойлама, мен түзеліп кеттім, болды, аппақ болып кет. Сен ақ болмайсың. Өйткені мынадан ары қарай шығып кете бер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол үшін айтады. Ана бір сызық сызады ғой, білесіздер ғой, бір 4 бұрыш сызық сызды, оның ішіне тағы сызып түрлі жолақтар ғой. Сонда айтқаны ғой, адамның өмірі дейді. Осы өмірдің ішінде адамның мынау кетіп бара жатқаны дейді. Сонда түрлі сызықтар сызып беріп айтады ғой. Осы сызықтар адамға жолығатын түрлі проблемалар дейді. Адам әр проблемадан осылайша келген кезінде өлдім дейді да өтіп кетеді. Өлдім дейді да өтіп кетеді. Осылайша өлгенше оған сынақтар келе береді дейді. Сіз ешқашан ойламаңыз. Мен андай бір асфальт жолға шығып алдым, енді алдымнан ешкім шықпайды, жаңа ең соңғы скоростьқа қойып қойып, қолымды рөлден алып жүрем деп. Жоқ. Қазіргі жасалынып жатқан машинелерді қарсаңыз, рөлден қолыңды алсаң болды, рөл ұста дейді, тоқтап қалады, ал ұстамасаң керек. Бекер емес қой. Өйткені ол өмір сенің өмірің, ана рөл сенің өмірің, ұстамасаң құрисың. Дәл сол сияқты өміріңді осылай жібере салсаң, қаяққа баратқанын білмейсің, жарға құлап баратыр ма. Өмір бақи бір қолмен емес, анау көкебастар айдағандай, бір қол бұлай, рөлде бұлай, немесе сол аяғымен ұстап отырады бүйтіп рөлді. Үйтіп айдасаң, бірінші столбы сенікі ғой. Біріншісінен өтіп кетсең, екіншісі сенікі. Бәлки адам өзінің өмірін 2 қолдап ұстайды. Машина үйреткенде шоферді не деп ұстайды? Өміріңді 2 қолыңмен ұста деп айтады. Ол мағынасы бекер емес. Адам да сондай. Осы өмірге келдің ба, 2 қолыңмен ұста өміріңді. Бір қолыңмен қалай болса солай жіберіп қойма. Ұзын сөздің түйіні, құрметті бауырлар. Құлшылық ғибадатта сондай, руханиятта сондай. Мына Құранның әрбір аятын ішін ашып көрмесеңіз, аудармасын оқып кете бересіз. Бірақ бұның ішінде не бір қазыналар жатыр. Оны ашып, бір ойланып отырсаң, түннің қалай өткенін, күннің қалай өткенін білмейтіндей байлық бар. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илейк. Алла разы болсын.